сауабын арнап жүрген Барлыбек қазағымның сайлауғаны өтеді өтір бәрі сүйіп темір, қалады төмен көкке тиіп темір. Осылардың құрметіне қол соғайық, көтеріп мынау қойды биікке бір әлемнің суын зерттеп жүрген біздің ортамызда халықаралық Сократ сыйлығының орденінің иегері, Виктория орденінің иегері Сайлаухан Әуелбаева Сұлтанғазықызы ортамызда. Сол кісіні марапатпен ортаға шақырамыз. Бұл кісінің 10 иығына Алла деген жазу шыққан, қазақтың өте қасиетті әлем мойындаған аналарының бірі осы Сайлаухан Сұлтанғазықызы. Қошеметтеріңіз құтты болсын. Енді сіздің қошеметіңіз бірінші рет емес, халықтың сауабына бөленіп жүрген адамсыз. Құрметті аналар, марапаттарыңыз құтты болсын. Алтын суы, алтын
анадан асқан адам жоқ. Әрқашан алып та, батыр да, дана да, ғалым да, кім болсын анадан туған. Еліміздің еңсесі көтеріліп, асыл аналарымыз жасай берсін. Армысыздар, алтыннан да ардақты, күмістен де салмақты ұлы даланың көшін бастаған қадірменді қауым. Аман-есен сіздерме ұлы дала деп аталатын біздің салтанатты кешке жиналған ағайын. Ана ардақты есім, ана тіршіліктің қайнар көзі, отбасының берекесі. Қаламы жүйрік жазушыға да, ақылын асқан данышпан ғалымға да, ел бастаған көсеммен сөз бастаған шешенге де жарық өмір сыйлаған ол ана. Адам бойындағы барлық асыл қасиеттер күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды екен. Сондықтан осы жарық пәрнейді сыйлаған аналарымызды ардақтау, аялау, ұлықтау біздің қасиетті борышымыз болмақ. Шетірсем сағынарым, жабылсам шағарым, ашын өзіңсің табарым. Анашым шалып көрсең, алдыңда сақ жүрсең, жүрегім жүр толайды, көңілім ортаймайды. Анасы барында ешқашан қартаймайды, жүрегім жүр толайды, көңілім ортаймайды. Анасы барында ешқашан қартаймайды. Толшыдан соң қарымы қияға шырқарама, бәйге өзім осылам толарама. Анашым шалып көрсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жүр толайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жүр толайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ал жоқты болғанымызға бұл болса да аяқтастар әйін. Аман болыңыздар. Қадіріңізді шараға, қарасылыға бабаға, өздеріңдей бақытты, алған қайдар бабаға. Жүрек таза,
이 낙지보다 오백 아나라는 쓰레기 계시게 바라봐요. 아나라이 아야마에 가나요. Енді ұлы дала аналары атты салтанатты кешіміздің дәстүрі бойынша алтын алқасын тұсаукесер рәсімін бастаймыз. Судың киесі мен құпиясын зерттеп, су киесі атанған кәсіби әрі тәжірибелі ғалым Космо Энерге халықаралық Сократ және Королева Виктория орденінің, халықтық ұлы дала ел анасы орденінің иегері Әуелбаева Сайлаухан Сұлтанғазықызын ортаға шақырамыз. Қошемет көрсетіп отырыңыздар ағайындар. Біздің осыны тойымыздың алдында Сайлаухан апамыз ұлы дала ел анасы орденмен марапатталған. Бүгін енді осы анамыз, ардақты анамыз, қазақ халқын бүкіл әлемге таныстырып жүрген, судың құпиясын зерттеп жүрген ғалым апамыз бүгін осы ұлы дала ел аналары алтын алқасының тұсауын кеседі. Бүгін орден алатын аналарымызға өзіңіздің ақ тілегіңізді жолдасаңыз. Құрметті қонақтар, ұлы дала ел аналары тойына қош келдіңіздер. Бүгінгі той иелері асыл аналар, тойларымыз құтты болсын, той тойға ұлассын. Анасы алтын алқасының иегері Сайлаухан Сұлтанғазықызына осы бүгін үлкен марапатта тұсаукесер жасаған үшін рахметімізді айтып отырып, өз тарапымыздан сыйлығымызды тарту етуге сіздерден рұқсат сұраймыз. Доу бол шапалар, қошемет, қандай керемет, бірлен, ең жоғары, канал. Толқынтай Абдулхалилұлы деген осы меценат ағамыз сізге осы өз тарапынан сый тарту етті, қабылдадыңыз. Ay çıkın
апай, енді біздің сыйлықтың қандай екенін өзіңіз жақсы білесіз. Үнемі біздің жұмысымызға жаңағы ниеттес болып жүресіз. Осы 2014 жылы Қасиев музейінде біздің 17 күндік көрмеміз ашылған суға байланысты. Сонда келіп біздің лентамызды кесіп, бізге тілегін айтып, ниеттес болған апайымыз осы мүмкіндікті пайдаланып, өзіне де орамал жабуға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Бұл той, керемет той. Аналардан басқа кім бар? Өмірді нұрландырып тұрған, отбасының жаңағы гүлін жайнатып тұрған, шуағын отбасына шашып тұрған, отбасына ғана емес бүкіл халыққа әлемдік деңгейде нұр шашып тұрған аналар ғой. Осы аналар аман болсын, аналардың құрметіне мұндай осындай іс-шаралар көп бола берсін. Аналардың енді мен ойлаймын, бағаларына теңдесі жоқ. Атқарып жатқан еңбектерінің теңдесі жоқ. Қандай марапат берсе де, қандай жаңағы сияпатқа ұсынса да, қандай жаңағы жоғары мәртебелі сөздерді айтса да, аналарға жарасады. Аналар аман болсын.
және королева Виктория ордендерінің, халықтық ұлы дала ел анасының орденінің иегері Әуелбаева Сайлаухан Сұлтанғазықызын шақырамыз. Құрметті қонақтар, қадірменді аналар, бүгінгі ұлы дала ел аналары мерекесіне қош келдіңіздер. Кең пейілді, жаны жайсаң, жанұяның ұйқысы, әлемнің нұры, күніміз жарқыраған қазыналы аналар. Марапаттарымыздың лентасын қиюға рұқсат етіңіздер. Аумин. Емдеу қайта оңалту орталығынан біз кішкентайларға дейін тапсыра кетейін. Бұл орталық енді әлемдік деңгейде жұмыс істеп отырған орталық. Сумен жұмыс істейміз, сумен жұмыс істейтініміз бұл кісілер өте қатты қызықтырып тұр. Енді өзіміздің орталықтан сыйлықтарымызды тапсыра кетеді. Біздің сыйлықтарымыз енді ғарыштық қуатпен қуаттандырылатын әлемдік деңгейдегі денсаулық сақтау ісінің алдыңғы қатарлы өнімдері деген сертификатты жеңіп алған, Швейцария стандарттау институтының сапа белгісін жеңіп алған, Еуропа сапа белгісін жеңіп алған, айта берсек болып жатқан марапаттардың иелері. Енді бұл кісілер осы мынау жаңа ғана шыққан әлі сиясы кетпеген на страже человечества қазіргі осы күнгі тақырып, күйіп тұрған тақырып 488 бет шетелге басылып, осы күні кеше ғана келді. Осы кітабымызды тапсырып етіңіздер. Бұл кітап жат планеталықтарға байланысты, бұл кісі зерттеп жүрген суға қатысты. Рұқсат етіңіздер тапсырып етуге. C'est seulement pour la traduction, parce qu'elle a la côté de son corps et l'hiver longtemps. Comme on a édité ce livre, ici, d'après les images, tu peux voir tout ce qui est consacré avec le lien de la nature Дәурен Нұрманұлы кім қандай қызмет атқаратын бағыда белесіне қатысты, сосын Алмазер Қалиқызы сол кісілердің алдын ала естіп, біраз қағазымызды француз тіліне ауыстырдық. Бірақ көбін ауыстыра алмадық. Енді осы тапсырыс етейік. On a ici les documents concernant ce livre en français, écrit par français, de ce livre. Кітабымыздың салмағы 2 килограмм 400 грамм. Украинада басылып шықты, күн кеше ғана келді. Бір жылқының 2 килограмм. 1 килограмм жылқының. 2 kilos, 400. Mais l'eau mérite que ça pèse beaucoup. Non, sous,
кеше жазылған барлық инвестициясы барлығы жазылған.
choses comme ça, les objets comme ça, c'est C'est elle. C'est elle. C'est elle. Oui. Comment elle s'appelle? Сайла Ухан. Сайда Роха. Tu Сайла Ухан. Какой высоты он должен быть, какого возраста госпожа Сайлухан должна быть. И это все с точкой информации было воспроизведено. Alors, il a reçu du cosmos comment il sera le monument, alors, le statue. Вы раскрыли себя, когда вот этот дар у вас? Я сама заметила, что со мной что-то не то в 13 лет. А родители уже знали с младших лет. Оказывается, бежала река, где вода, там была я. Меня искали, не могут найти, а я там у речки, а я там, где ванна. Вот так вот меня возле воды всегда находили. En général, elle se sent ce don depuis 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et les parents se sentaient alors dès l'enfance. Mais ce qui concerne de l'eau, elle était toujours près de l'eau. Toujours même près de l'eau. comment. Et donc dès l'enfance, et comment, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment a-t-elle parlé à l'eau? Comment s'est-elle, elle était fascinée par l'eau, il y avait quelque chose qui l'intéressait, et comment a-t-elle commencé cette relation avec l'eau? Как вы начали общаться с водой? Как вы общаетесь с водой? Много сны видела. Жаңағы суға қатысты көп түстер көретін едім. Сосын судан қорқып қашып жүретін едім түсімде. Сарқырамаларды көретін едім. Солай суменен жаңағы сондай жағдайда болдым. Онан кейін өзі қатты ауырдым мен. Енді осы қасиетке байланысты ғой білесіз. Қатты ауырдым, сол ауырған кезімде сен адамдарды сумен емдеуің керек. Суды дәріге айналдыруың керек деген информация қабылдадым. Содан бастап мен өзімді дайындадым. Alors, je voudrais savoir si ce sont des rêves quand elle était en train de dormir ou est-ce que c'est du rêve éveillé? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle rêvait, est-ce qu'elle était habitée par ses rêves quand elle était dans la vie réveillée? Siz de deydi, bu жаңағы түс көргеніңізде дейді, түсті тұратын кезде көресіз бе дейді, жоқ болмаса ұйықтап жатқан кезде көресіз бе? Иә, түс ұйықтап жатқанда да келеді, кәдімгі өзі бәріміз көретіндей, и аянмен де келеді. Көзім ашық, ояумын, и информация за информация не проходит. Alors, elle rêve pendant le sommeil et quand il se lève du lit aussi, et beaucoup quand il est en sommeil. Et elle se souvient donc du sommeil. Est-ce qu'elle peut convoquer, est-ce qu'elle peut, dans sa vie consciente, dans sa vie réveillée, est-ce qu'elle peut convoquer l'énergie de l'eau? Est-ce qu'elle peut demander quelque chose de particulier quand elle est réveillée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est réceptrice? Je voudrais savoir si elle peut... Суды жай ғана көрмеймін, ол судан мен қашып жүремін. Тасқындаршы наводнение по миру. Сондай тасқындарды көрсетеді, соның жаңағы соған қарсы жұмыс істеу керек дейді. Сосын мына суды адамның өміріне, жаңағы Эльмира сізге айтып кетті ғой, флора, фауна, бүкіл адамзат соған қажетті пайдалану керек деген тапсырма болып отырды. Оның бәрі картасына суреттелді. Quel type d'informations elle reçoit? Est-ce qu'elle a l'impression que ce sont des voix qui lui arrivent? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est une énergie qui prend la forme d'images? C'est-à-dire, quelle est la nature du message qui lui est envoyé du haut? Информацияны сіз қалай аласыз дейді, қандай формада аласыз дейді. Ол энергия түрінде аласыз ба, сурет түрінде аласыз ба, қандай түрде аласыз? Жаңағы суға байланысты сіз сұрақ қойдыңыз, үстірт космос туралы айттыңыз, иә? Содан негізінде 10-шы класста оқып жүрген кезде
космоспен байланысың болады деген менде осындай суреттер болды. 10-шы класс Өзіңіздің миыңызда? Иә, сол аянмен келді, аян. 5 жыл сол. Сөйтіп жаңағы космоспен байланысты жұмыс істейтін боласың дейді, осындай суреттер келіп отырды. Мен соны қағазға түсіріп сызып отырған едім. Соның бәрі қазір шындыққа айналды, біріншіден. Екіншіден, жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты информациямен келеді, құлаққа да келеді. Көздің алдында жаңағы прям экран секундта миллион информация тұрады. Менің айналамның бәрі полностью аспанда, жерде. Эльмира исследователь, бұл кісі жақсы біледі. Төменде де 6 жағымнан да суреттер келіп тұрады. Сонда 1 секундта миллион сурет деген, енді информация деген өте көп. Соны сразу сол моментте, анау сіздер компьютерда жаңағы папкаға салып тастайсыздар ғой. Солай қарай саламын да, важныйлардың бәрін сразу салып тастаймын. Неважныйлары жаңағы, былай екен ғой деймін, ығыстырып қоямын. Сөйтемін да, сіздер сияқты сіздермен жұмысымды істеп кете беремін. А через некоторое время возвращаюсь, жаңағылардың бәрін көремін, а там задание мирового масштаба. Alors, comment ce processus se passe? D'habitude, elle reçoit les informations comme image, parfois comme énergie. Alors, dans une minute, elle reçoit millions d'informations, d'images, millions d'images, et elle choisit cette information est importante. Cette information, on peut résoudre après, on classifie. Voilà, elle fait un choix. Oui, le choix. Et après, alors si elle reçoit une information, alors il faut résoudre les problèmes ça, et il y a le danger dans peut-être au Kazakhstan, il y a le danger dans un autre pays. Alors elle reçoit les informations du cosmos comme ça, et il va travailler d'après ces informations, d'après les importances. Quand elle reçoit les informations avec des images, elle a des images. Quand elle reçoit de l'énergie, quand elle sent que c'est de l'énergie qu'elle arrive, comment elle fait la traduction entre l'énergie et le message qui est demandé? Elle le sent. Бывает, жаңағы өте бір қорқынышты суреттер болады. Ол қорқынышты суреттерде мен өзім қорқып та қаламын. Қорқып қаламын да, сосын кейін барып енді оны жоғарыдан беріп тұрғаннан кейін мен міндетті түрде жаңағы оны қабылдауға обязанмын, былай айтқанда. Сөйтемін да, сосын кейін өзімді тынышталдырып, Сәлохан тыныш деп, сосын барып жаңағыны қараймын. Кейде қуанышты сәттер келеді. Қуанышты сәттерде прям айналаның бәрі аппақ, керемет и қар сияқты. И мен с удовольствием шалқып жүріп қараймын. Вот осылай қабылдаймын, сосын кейін мен денсаулығыма қатты әсер береді. Егер жаман жағдай болатын болса, мен жаңағы ауырамын. Ал менің жағдайымда ол информация ужасный болып тұрса да, мен уже жаңағы содан жақсы нәрсе шығаруым керек. И содан қорытынды шығарып, мен көмекке келуім керек, мировой масштаб. Et elle a dit, même l'information est mauvaise information, je dois résoudre ce problème. Alors, je dois résoudre non seulement pour le Kazakhstan, de tout le monde entier. Бірден ол информацияны расшифровкаға кірісемін. Ол жаман деп тұрса, мен оны откладывать ете алмаймын уже. Моментально сол қарауым керек, о чем речь, соның бәрін қарап, мынау мынандай екен ғой, мынау мынандай екен ғой. О, это оказывается вот эта тема. Где-то вот семейные проблемы, мына жерде по воде проблема, ана жерде вот по коронавирусу информация, жаңағы вода ядовитая дейді, жаңағы тамақ уланған дейді, жаңағы су уланған дейді, ауа уланған дейді. Соған воздух загрязненный дейді. Соған байланысты мен жаңағы моментально энергия жіберуге кірісемін.
бір тәулікте 21 рет бүкіл әлемді аралап шығамын. 21 раза в сутки. 21 рет бір тәулікте аралап шығамын. Оның арасында өзімнің информацияларым бар, оның арасында жаңағы ауырып жатқан адамдарым бар, телефонный звоноктар бар. Мінеке қазірде қатты информациялар тұр, осындаймын енді. Инопланетяндарға байланысты олардың бір сәулесінен адам күйіп кетеді. Олардың бір сәулесінен адам жаңағы өліп кетеді. Не болмаса жынды болып қалады. Ал енді менде олармен ашық соғыс. Сол ашық соғыстың нәтижесінде сол жаңағы кітап жарық көрді. Ол кітаптың жазылуына да осы кісінің үлкен несі бар. Ол тақырыпты көп адам жаза алмайды. Осы қазақ орысшада осы кісі жазады. Жаңесін ғылымдағы дара туған, ұрпаққа үлгі болсын дара туған. Емші боп аңсу ішкен аратынан, Луи Пастер, Ламарк, Дарвинді айтса, бүкіл тірлік судан да жаратылған. Масару Эмотадай аты қалсын, ғылымда апайымның хаты қалсын. Су қоймасын ашам деп әуреленбей, төрт мұхиттың біреуін сатып алсын. Ай-ай-ай, ай-ай-ай. Мен негізінде білім саласында жұмыс істедім. 36 жыл білім саласында істедім. Ол жерде де өзім салмағым бар, атым бар, затым бар, авторлығым бар дегендей. Бірақ жаңағы 40 жылдың үстінде мен осы салаға ауысатынымды біліп, өзімді білім саласында жүріп, осы жаққа дайындадым. Жетіп 53 жасқа келгенде мен автоматты түрде уже дайындықпен, үлкен дайындықпен, жаңағы біреу түртіп қалса құлап қалмайтындай, нық тұратындай жағдайға жетіп 40 жылдың үстінде мына педагогика саласында, білім саласындағы бүкіл білімімнің бәрін қару етіп пайдаланып, сол осындай кабинет аштым, бір кабинет аштым. Сөйтіп бар, 13 жасымнан білдім. 13 жасымнан білдім. Енді мектепте жүргенде маған ақпарат келді. Мен жаңағы медицинаны қабылдағым келді, оқуға барғым келді, сосын білім саласына барғым келді. Соны екеуін шеше алмай жүрген кезінде маған информация келді. Сен алдымен мұғалім, ұстаз болуың керек, дәрігерлік мамандық саған өзінен өзі келеді деген. Мен оны түсінбедім. Шынымен солай болды. Дәрігер жүргенім айтады екен. Осындай заман болады, мынандай заман болады, көріпкендер, жаңағы бәрі бір жаңағы ара сияқты бір інге кіретін болады, бір есіктен шығатын болады, бір қазаннан тамақ ішетін болады дегенді айтатын болған екен. Қиын жағдайлар болатынына дейін түгел. Онан кейін ағып жатқан өзенді жаңағы сарт еткізіп тоқтатып, кері ағыз жіберетін адамдар болған екен. Соны енді тасты қопаратын, тауды қопаратын, жерде теуіп қалса жаңағы жер ойлатын деген сияқты сондай адамдар болған екен анам жағынан. Ал әкем жағына да, әкем енді ол кісі де мықты адам. Махаббат өмір ертегі, көгілдің күйін шертеді. Ертіп бір жүрсең шіркін ай, Кәкіриндей сұлу еркеді.